Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Менің атым Суменов Александр. Мен мал дәрігерімін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. За 25 лет 25 жыл ішінде мен етті, сүтті, мал шаруашылығы саласының шаруашылықтарында 15 жыл жұмыс істей алдым. Сонымен қатар тұқым палаталарының бірінде, атап айтқанда қазақтың Ақбас тұқымдық палатасында жұмыс істедім. Қазіргі таңда мен тәуелсіз сарапшы болып жұмыс істеймін және етті, сүтті ірі қара малын өсіретін шаруашылықтарға консалтингтік сүйемелдеуді жүргіземін. Бүгін біз етті мал шаруашылығының негізгі аспектілері туралы сөйлесетін боламыз. Етті бағыттағы мал өсіруде өнімділік бойынша шаруашылықтардың мақсаты жыл сайын сиырдан бұзау алу. Себебі етті сиырдың жалғыз өнімі бұзау. Сондықтан бұл қағида өте маңызды. Қалай болғанда да сиырлардың физиологиялық ерекшеліктері мұны жасауға мүмкіндік береді. Етті сиырдың жалғыз өнімі бұзау болғандықтан мекеменің жетістігі табынды төлету жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруына байланысты. Етті мал шаруашылығындағы өндірістік цикл жануарлардың өмірлік циклы сияқты бірнеше маңызды кезеңдерден тұрады. Бірінші маңызды кезең туылу, яғни төлдеу. Бұзау туылғаннан кейін сиырдың бұзауды жалауы үшін бірден сиырмен бірге жеке боксқа жайғастыру керек. Бұл бұзаудың жылынуына және шудан тазаруына ықпал етеді. Сондай-ақ, осы кезеңде сиыр бұзау жүйесі деп аталатын байланыс орнатылады. Өйткені келесі кезеңде тамақтандыруға әртүрлі жеммен үстеме жемдеуге қарамастан, бұзаудың негізгі тамағы бұл сүт болып табылады. Осы кезеңде өмірдің алғашқы күндерінде сиыр бұзау жүйесі құрылады. Сиыр бұзаумен танысады, иісін есте сақтайды. Бұзау сонымен қатар болашақта топта анасын иісі кейбір мінез-құлық элементтері бойынша іздеуді үйренеді. Ең маңыздысы енді басталады. Кезең деп айта аламыз. Біз мұны емізіп ұстау немесе сүтті ұстау кезеңі деп айтамыз. Ол 6 айдан 8 айға дейін созылады. Классикалық түрде бұл жерде 7-8 айға дейін қоса ұстау түсініледі. Егер туылған кезде бұзаудың салмағы 25-тен 35-ке дейін болса, кейде ет тұқымдары 40 килограмм. Онда желінен айыру кезінде бұзаудың салмағы 180, 200, 220 болады. Шамамен 200 килограмм тірі салмақта. Келесі маңызды кезең бұл желінен айыру. Бұзауларды аналарынан бөліп, және бұзаулардың ересек жануарларға тән тамақтану режиміне және рационына ауысуы. Бұл біртіндеп жүреді. Емізіп ұстау немесе сүтті ұстау кезеңінің көп бөлігі жайылымдық кезеңге сәйкес келуі қажет және көп жағдайларда сәйкес келіп жатады. Бұл жайылымдық жемді барынша пайдалануға байланысты. Өйткені бұл кезеңде ұстау құны ең төмен, ал сиырлардың да төлдердің де жем тұтынуының ең жоғары кезеңі. Сондықтан әдетте төлдегеннен кейін, аз уақыттан кейін жануарлар жайылымға шығуы керек. Мүмкіндіктеріне немесе орындылығына байланысты желінен айырғаннан кейін, тіпті баспақтарды да сиырлардан 3-5 күн қашада жеке ұстағаннан кейін жайылымда ұстауға болады. 5 күннен кейін бұзаулар толықтай сиырсыз жүре алады. Олар ему рефлексін жоғалтады. Сондықтан жемді үнемдеу мақсатында оларды жайылымға шығарып бағуға болады. Өйткені бұл жағдайда мал азықтың көп бөлігін жайылымда алады. Бірақ олардың рационынан шығарылған сүтті өтеу үшін 2-3 килограмм құнарландырылған жеммен, дәнді жеммен қосымша үстеме жемдеу қажет. Егер мұндай мүмкіндік болмаса және тұрақты азық-түлік базасы болмаса, бұзаулар желінен шығарылғаннан кейін қазір енді баспақтар ақырындап өсіріп жеткізу кезеңіне немесе бордақылауға өтуі мүмкін. Бұл бұқашықтарға қатысты болса, желінен шығарғаннан кейін өсіріп жеткізу кезеңі деп аталады.
Бұл бұқашық пен тайшаға әр түрлі болуы мүмкін. Бұқашықтарды етке сату жағдайында не орташа азықтандырумен өсіріледі, немесе қарқынды бордақылауға қойылып, кейіннен етке өткізіледі. Өсіріп, жеткізу жағдайында өсіру аяқталғаннан кейін бордақылауға қойылады, сосын союға өткізіледі. Бұл шаруа қожалықтарының бизнес моделіне байланысты. Тайшаларды мақсатына қарай өсіреді, не сатады. Егер бұл табанды толықтыру тайшалары болса, оларды шағылыстыруға қолданады. Бұл жерде тайшаларды тым ерте немесе тым кеш шағылыстырмау маңызды. Тайшалар физиологиялық жетілуге жеткенде тиісінше 16-18 айында, егер олар осы тұқымға тән ересек сиырдың тірі салмағының кемінде 70%-на жеткен жағдайда шағылыстырылуы керек деп есептеледі. Маусымның реттілігі мен өндірістік циклдың кезектілігін ұйымдастыру шаруа қожалықтарының бизнес моделіне байланысты, көбінесе экономикалық тиімділікпен тығыз байланыста болуы тиіс. Бұл туралы әріптестеріміз алдағы дәрісте айтып береді. Әрі қарай өсіру үшін тұқымды таңдағанда бір қатар факторларды басшылыққа алу керек. Бірінші кезекте, біз жануарлардың өнімділігін қаншалықты қамтамасыз ете алатынымыз, бұл жайылымдардың өнімділігі, табиғи климаттық жағдайлар, жайылымдық кезең мен қысқы кезеңнің ұзақтығы және басқалар. Мысалы, Абердин Ангус немесе Герафорд тұқымы сияқты қарқынды тұқымдары белгілі бір факторлар болған жағдайда жеткілікті жоғары өнімділікті қамтамасыз ете алады. Ең алдымен, бұл жем факторы. Яғни, теңдестірілген толыққанды тамақтандыру рационы қажет. Егер біз оны қамтамасыз ете алсақ, онда жануар 1500-2000 грамм деңгейінде, кейде одан да жоғары деңгейде орташа тәуліктік салмақтың өнімділігін береді. Қалмақ сияқты кейбір басқа тұқымдары белгілі бір дәрежеде қазақтың ақ басында енгізуге болады. Бұл тұқымдар өте қатал табиғи климаттық жағдайларға төтеп бере алады. Азықтандыру деңгейі жеткіліксіз болған кезде өнімділіктің қандай да бір түрін қамтамасыз ете алады. Бірақ сонымен бірге азықтандырудың жоғары деңгейінде де салмақтың өсуін бере алмайды. Тірі салмақтың жоғары өсуін қамтамасыз ете алмайды. Жеткілікті мөлшерде және жоғары сапалы етті әрине тек ет тұқымды малдары қамтамасыз ете алады. Бірақ кейбір жағдайларда фермерлер, бұлайша айтқанда, ет қасиеттері жеткіліксіз тұқымсыз малдарды немесе жергілікті малдарды өсірумен айналысады. Бұл жағдайда етті асыл тұқымды бұқаларды шағылыстыру ұсынылады, және бұл қонымды. Бұл жағдайда туылған ұрпақтар өз әкесінің етті тұқымды өндіруші бұқаның қасиеттеріне ие болады. Аналарына қарағанда өнімділіктің жоғары белгілерін алады. Табынның денсаулығын сақтау мақсатында сол арқылы табынның қажетті өнімділігін қамтамасыз ету үшін малды диспансерлеу қажет. Оны жылына кем дегенде 2 рет өткізген дұрыс. Бұл көктемде, яғни малды жайылымда ұстау кезеңіне шығарғанда. Аяқ қолдарын тексеру, қажет болған жағдайда тұяқтарын кесу, желіннің саулығын, немесе жалпы жануарлардың сыртқы түрі мен денсаулығын тексеру жүргізіледі. Сондай-ақ, қысқы күтімге қою кезеңінде диспансерлеудің екінші кезеңін өткізген дұрыс. Бұл жағдайда диспансеризация қысыр қалған сиырлардың тік ішегін тексеруді қамтиды. Оларды жарамсыз деп шығарып қыста ұстамаған жөн. Өйткені бүкіл циклдың ішінде қысқы күтім ең қымбат бөлігі болып табылады. Сондай-ақ желінің саулығына, аяқ қолдарына және дамудың сыртқы келбетіне, жалпы семіздігіне көңіл бөледі. Қажет болған жағдайда
өңдеу жүргізіледі, немесе кейбір жануарларды табыннан шығару туралы шешім қабылданады. Мал өсірудің екі негізгі түрі бар. Бұл асыл тұқымды өсіру және аралас тұқымды өсіру, кроссбридинг деп аталады. Таза тұқымды өсіру кезінде бір тұқымның жеке тұлғалары жұптасады. Бұл жағдайда селекция тұқымының ішіндегі белгілі бір белгілерінің өнімділігін жақсарту және жетілдіру мақсатында жүзеге асырылады. Тұқым аралық будандастыру немесе кроссбридинг әртүрлі тұқымдардың ата-аналарын шағылыстыру арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда гетерозис табиғи құбылысы орын алады. Нәтижесінде бірінші ұрпақтың ұрпақтары өнімділігі, өмір сүруі және онымен байланысты барлық белгілері бойынша ата-аналарынан әлдеқайда асып түседі. Айта кету керек, тұқымаралық будандастыру тауарлық өндіріс үшін, яғни ет өндіру үшін қолданылады. Бұл кроссбридингтің тек бірінші ұрпақта байқалатындығына байланысты. Кейінгі ұрпақтарда белгілердің азуы байқалады. Тиісінше өнімділіктің көбею қабілетінің, өмір сүру деңгейінің және тағы басқалардың төмендеуі. Енді біз осы әсердің нәтижесінде алынған кейбір жануарларға жақындауға тырысамыз және олардың айқын ет қасиеттеріне қарай аламыз. Олар кейде таза тұқымды дара түрлерінен асып түседі. Бұл бұзау мамыр айында дүниеге келген. Ол 5 айлық. Оның тірі салмағы 200 килограммнан асады. Міне екі түрлі тұқымды будандастыру арқылы алынған бұқашық. Бұл сәуір айының бұзауы, яғни оған небәрі 6 ай. Оның тірі салмағы кемінде 270 килограмм. Яғни бұл жерде тұқым аралық будандастырудың өнімділік әсері айқын. Мұндай жануарлар әрине етке барады, бірақ нақты олардан жоғарғы нәтижелі салмақ өсімін және ары қарай жоғары сапалы еттің шығуын, тұтас еттің жоғары еттілігін және тағы басқаларын алуға болады. Сондықтан шектеулі кісі құрамы осы фермадағы бастардың шектеулі санына тұқым аралық будандастыру тәжірибесін өткізеді. Таза тұқымды будандастыру таза тұқымды жануарларды немесе мүмкін асыл тұқымды жануарларды өсіру кезінде қолданылады. Өндіруші бұқаларды бекіту кезінде олардың және аналық малдың шығу тегін ескеру қажет. Өйткені туыстық жұптасу кезінде инбридинг пайда болады. Инбридингтің салдарынан өмірге қабілетсіз бұзаулар, туа біткен кемтарлықтар, мал өнімділігінің төмендеуі жиі кездеседі. Бұл әрине жағымсыз фактор. Көбеюде бірнеше әдістер қолданылады. Табиғи шағылыстыру әдістердің ішінен еркін шағылыстыру мен қолмен шағылыстыруды ажыратады. Қолмен шағылыстыру бұл өндіруші бұқаның аналық малға тұрақты түрде қол жеткізе алмайтындығы. Ол қандайда бір бөлмеде немесе қашада орналасқан. Ал аналық мал бұл шағылыстыру жасындағы тайшалар немесе сиырлар. Оларда күйлеу басталғанда өндіруші бұқаға жіберіледі. Осылайша өндіруші бұқа сиырмен немесе қашармен шағылысады. Бұл көбею әдісімен біз неге қол жеткіземіз? Ең алдымен есептің нақтылығы, яғни біз қандай бұқаның қай сиырмен шағылысқанын тікелей көреміз. Тиісінше біз болашақта бұзаудың шығу тегін білетін боламыз. Бұл әдістің кемшіліктерінің бірі деп көп күштің жұмсалуын атауға болады. Оны бөлу керек, әкелу керек, айдап шығару керек. Ол үшін адамдар кейбір бөлмелер немесе бұқаны орналастыруға арналған қашалар қажет. Бұл сиырлардың белгілі бір топтары бекітілген бірнеше бұқа болуы мүмкін. Міне осындай кемшілік. Сондай-ақ табиғи шағылыстыру әдісі болып еркін шағылыстыру табылады. Бұл көбеюдің ең қарапайым кең таралған әдісі. Бұл өндірістік бұқаның біреуін немесе бірнешеуін сиырлар тобына немесе қашыру жасындағы қашарларға орналастырудан тұрады. Бұқалар табында жүріп өздері шағылысады, өздері айқындайды, өздері секіреді. Солай сиырларды ұрықтандырады. Оның артықшылығы шығынның аздығында.
Бұқаларды жібердің болды. Бұқалар мұның бәрін өздері жасайды. Кемшілігі мынада. Әсіресе бізде бірнеше бұқа табында болса, қай бұқаның қай сиырды ұрықтандырғаны белгісіз. Сонымен қатар бұл деректерді жазып қою үшін сиырдың қайсысы қолданысқа енгенін жүйелі түрде тексеру арқылы жазу керек. Бұл сәт қажет болмаған кезде, бұлайша айтқанда, кетеді. Бірақ тіпті еркін шағыстыруды да дұрыс ұйымдастыру қажет. Яғни белгілі бір сиырлар немесе қашарлар үшін инбридингті, яғни қан алмасуды болдырмау үшін бірінші кезекте бұқалар таңдалады. Екінші маңызды мәселе бұқаларды пайдалану режимін сақтау. Яғни еркін шағыстыру әдісімен қашыруды көбейту үшін бұқалар кем дегенде 2 топқа бөлінеді. Жұмыс ауысымы деп аталатын бөлігі сиырлармен бірге бола отырып, оларды ұрықтандырады. Екінші ауысым, бұлайша айтқанда, демалушы аналық малдан бөлек ұсталады. Үстеме жемдеуде толық тамақтандыру рационында тұрады. Және бұл топтар 3-7 күндік жиілікпен өздерін ауыстырып отырады. Осылайша бұқаның өнімділігі және оның жұмыс қабілеттілігі шағылыстырудың барлық кезеңінде сақталады. Бұл өте маңызды, өйткені етті мал шаруашылығында және етті мал шаруашылығы өз негізінен маусымдық төлдеуді ұйымдастыруды ұйғарады. Барлық аналық мал 2 айда, кем дегенде 3 айда төлдеп бітуі қажет. Тиісінше шағылыстыру жинақы сол уақыт аралығында өткізілуі тиіс. Бұл жерде қажетті қамтуды қамтамасыз ету үшін өндіруші бұқаның өнімділігін сақтау маңызды. Аналық малды жасанды ұрықтандыру ең алдымен жаппай селекциялау құралы болып табылады. Яғни, оның ең басты артықшылығы бір көрнекті өндіруші бұқадан мыңдаған, ондаған мың, кейде 100-деген мың төл алуға болатындығында. Олар жоғары ықтималдық пен өнімділік белгілеріне немесе денсаулық сияқты және тағы да басқа өнімділікке қатысты көбею сапасына ие болады. Табиғи шағылыстыру кезінде бұқаға 30-дан 50 басқа дейінгі жүктеме артылады. Тиісінше бұл жағдайда көрнекті бұқа тиімді пайдаланылмайды. Жасанды ұрықтандыру жағдайында өндіруші бұқаның тиімдірек пайдалануы бар. Одан бөлек жасанды ұрықтандырудың артықшылығы биологиялық немесе ветеринарлық қауіпсіздігінде. Ұрықтандыру кезінде бір реттік құралдар қолданылады. Тиісінше шағылысу кезінде берілуі мүмкін аурулардың тасымалдануы да алынады. Сонымен қатар, етті мал шаруашылығы дамыған елдерде индекстік бағалау бұрыннан дамыған. Яғни өндіруші бұқалар ұрпақтарының сапасы бойынша бағаланған. Оларға белгілі бір индекстер берілген. Осы индекстердің көмегімен сіз ұрпақтың болашақ қасиеттерін алдын ала бағдарламалай аласыз. Ал ең көп тарағандары төлдеудің жеңілдігі, сүттілігі. Етті мал шаруашылығы үшін еттің мәрмәрлігі маңызды. Әрі қарай экономикалық индекстер жүреді. Яғни, осы өндіруші бұқасынан алынған қандай жануарлар тиімдірек болады. Сонымен қатар, ұрықты қалағаныңызша алыс қашықтыққа арнайы ыдыстарда құрлық аралық рейстерде тасымалдай аласыз. 196 градустық төмен температура жағдайында сұйық азотта шексіз сақталуы мүмкін. Жасанды ұрықтандыруды қолданған кезде өндіруші бұқаларды ұстауға кететін шығындар да азаяды, өйткені олар қажет емес. Немесе жасанды ұрықтандыруды бұқаларды шағылыстырумен кешенді көбейтуде әлде қайда аз бұқаның саны қажет. Тиісінше шығындар төмен. Жасанды ұрықтандыру етті мал шаруашылығы үшін де көбейтудің перспективті әдістерінің бірі болып табылады. Күйлеп жүрген сиырларды анықтау күніне кем дегенде 3 рет 30 минуттан жүргізіледі.
таңғы күндізгі уақыттарда белсенді серуендеуінде немесе жайылымда бағу барысында жүргізіледі. Кешкі уақыттарда жануарларға күтім жасау кезінде тек осылай ғана күйлеп жүрген сиырлардың 80-90%-ын айқындауға болады. Тәулік уақытына байланысты сиырлардың күйлегендегі белсенділігі өзгеріп тұрады. Солай күйлеген сиырлар 60-70%-ға ең жоғарғы белсенділікті кешкі, түнгі және таңертеңгі уақыттарда көрсетеді. Сиыр 30-40%-дық ең төмен белсенділікті және жыныстық ізденісті күндізгі уақытта көрсетеді. Сиырдың жұптасуға дайындығының ең нақты белгісі және ұрықтандырудың оңтайлы мерзімі қозғалмайтын рефлекстің көрінісі болып табылады. Жануарлар тыныш тұрып өзіне, басқа қашарлар мен сиырлардың секіруіне мүмкіндік береді. Жасанды ұрықтандырудың оңтайлы уақыты күйлеп жүрген сиырларды анықтағаннан кейінгі 12 сағат аралығы. Егер күйлеу таңғы уақытқа сай болса, мұндай жануарларды кешке сағат 17-19-да ұрықтандырады. Егер күйлеудің басталуын кешке бақыласа, онда ұрықтандыруды таңертең ерте сағат 6-7 жүзеге асырады. Жасанды ұрықтандыру жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес сиырлар мен қашарлар 10-12 сағатқа дейінгі аралықта 2 рет ұрықтандырылады. Келесі көбеюдің әдісі бұл эмбрионды қондыру. Эмбриондарды қондыру енді көрнекті сиырлардан төлдің едәуір санын алуға мүмкіндік береді. Өмірлік циклда сіз бірнеше жүзге дейін эмбрион ала аласыз. Және сәйкесінше реципиенттің трансплантациясын жасай аласыз. Ол осындай донорлық сиырды гормоналды дайындағаннан кейін дәйекті операциялармен жасалады. Бұл үшін ұрықтандыру арнайы таңдалған өндіруші бұқаның ұрығымен жүргізіледі. Кейіннен эмбриондар жуылады. Эмбриондар өсіріледі және арнайы рейстерге орнықтырылады. Оларды сұйық азот жағдайында қалағаныңызша алыс қашықтыққа тасымалдай аласыз. Кейіннен реципиент ретінде сиыр таңдалады. Іс жүзінде төл көтеретін ана, онда гормоналды дайындықтан кейін осы сиырдың жыныс мүшелеріне трансплантация жасалады және эмбрион жатырда бекітіліп, болашақта дамиды. Және сәйкесінше біз көргіміз келетін ата-аналардан және олардың қасиетіне ие бұзау туады. Бұл жағдайда реципиент сиырдың өнімділігі маңызды емес. Оның денсаулығы қажетті деңгейде болғаны жеткілікті. Бұл әдіс өте қымбат, бірақ өз кезегінде айтарлықтай технологиялық. Тиісінше дайындалған қызметкерлер қажет. Тіпті эмбрионның орнығу деңгейі 30-дан 60%-ға дейін болуы мүмкін. Яғни белгілі бір дәрежеде кез келген сандық жағдайда оның тиімділігі төмен, бірақ өнімділік үшін ақталуы мүмкін. Етті мал шаруашылығында бұл әдіс дерлік қолданылмайды. Қазақстанда өте сирек қолданылады. Тек жоғары өнімді бұқалар немесе сиырлар алу үшін қолданылады. Аналық малдың буаздылығын тексеру шағылыстыру маусымы аяқталғаннан кейін 2-3 айдан кейін жүргізіледі. Ішінде ұрығы жоқ, яғни қысыр сиырлардың барлығын табыннан шығарылғаннан кейін етке өткізеді. Өйткені мұндай сиырлар тиімсіз. Олар бір сиырды өсіру орташа жылдық мөлшерінде тікелей шығыннан басқа ештеңе әкелмейді. Бұл жағдайды ескерген жөн. Жарамсызын шығару бұл өндіруші бұқаларды аналықты және жас малды да мақсатты сату. Бұл бұқалардың тиімсіздігіне, өндіруші бұқалардың айналуына байланысты және ақаулардың болуына байланысты табыннан шығару. Сиырлар үшін бірінші белгі болып қысырлығы танылады, яғни ұрықтың болмауы. Бұқаларды жарамсыз деп табынан шығару кезінде аяқ қолдарына, сыртқы жыныс мүшелерінің жағдайына және тұтастай алғанда оның дамуы мен семіздігіне назар аударылады. Сиырлар үшін қысырлықтан басқа жарамсыз деп табынан шығаруына желінің саулығы, яғни аурудың болуы, сондай-ақ аяқ қолдарында немесе басқа да ақаулар мен патологиялардың болуы
қосымша фактор болуы мүмкін. Буаздылығын анықтаудың бірнеше әдістері бар. Олардың бірі жүктілікті анықтаудың физиологиялық әдісі. Егер сиыр 18-20 күн бойы күйлемесе, оны буаз деп санауға болады. Бұл әдіс мүлдем шығынсыз. Бірақ өкінішке орай сенімді емес, өйткені кейбір жыныстық циклдар бұзылып, күйлеу болмауы мүмкін. 2-3 циклден кейін күйлеу қалпына келуі де мүмкін. Тағы бір әдіс серологиялық. Яғни, қан сарысуын зерттеу кезінде зертханалық зерттеу әдістерін қолдана отырып, жануардың буаздылығы не буаз еместілігі анықталады. Бұның кемшілігі қан алу үшін жануарды бекіту керек. Зертханаға қан үлгісін жеткізу керек. Бұл уақыт пен ақшаны қажет етеді. Және бұл зерттеу айтарлықтай қымбат тұрады. Сондай-ақ ішкі шынысы мен репродуктивті ағзаларында патологиялардың бар жоғы белгісіз. Етті сиырдың жалғыз өнімі бұзау болғандықтан, жыл сайын әр сиырдан бір бұзау алу маңызды. Қалай болғанда да, сиырлардың физиологиялық ерекшеліктері бұған мүмкіндік береді. Осыған байланысты және шағылыстыру науқаны 2-3 ай ішінде өтетінін ескере отырып, онда шағылыстыру науқаны аяқталғаннан кейін, біз 3 айдан кейін буаздылығына диагностика өткізуіміз керек. Көбінесе тікішек зерттеуі қолданылады. Бұл жағдайда оператор қолды тікішек арқылы енгізеді және ішкі жыныс мүшелерін қолмен ұстап тексереді. Онда ол жүкті жатыр мен ұрықты анықтайды. Қажет болса, жүктіліктің ерте кезеңінде ультрадыбыстық сканер қолданылады. Етті мал шаруашылығында сиыр бұзау жүйесін құру және сақтау өте маңызды. Бұл негізгі жетістік, әсіресе өмірдің алғашқы күндерінде бұзаудың анасынан сүт алып, және оның арқасында оның асқазан ішек жолдары босанғаннан кейінгі кезеңде бейімделіп, одан әрі өсіп дамиды. Жеке бокста сиыр мен оның бұзауы 3-5 күнге дейін тұрады. Алғашқы 2 сағатта бұзау уыздың алғашқы бөлігін алуы маңызды. Уыздың бірінші бөлігінен бұзаудың иммунитеті қалыптасады. Бұл оның одан әрі өсуі мен дамуы үшін маңызды. Босану бөлімшесінің жанында орналасқан арнайы қораларда бұзаулары бар сиырларды жеке ұстағаннан кейін 30 басқа дейінгі бұзаулары бар сиырлар тобы ұйымдастырылады. 10-14 күн ішінде 30 басқа дейін шектелген кейбір топтарда бұзаулары бар сиырларды ұстағаннан кейін, сиырлар бұзауларымен бірге 110-115 бастан тұратын үлкен топтарға біріктіріледі. Бұзауларды желінен айыру етті мал шаруашылығындағы ең жауапты технологиялық элементтердің бірі болып табылады. Жас малдың одан арғы денсаулығы, өсуі мен өнімділігі бұзаудың желінен шығарылуы мен кейінгі күтімінің қаншалықты дұрыс ұйымдастырылғандығына байланысты болады. Асқазан ішек жолдары 6 айлық жасқа дейін ересек типінде толығымен қалыптасады деп саналады. Алайда бұзауларды желінен айыруды 7 және 8 айында жасау қажет. Желінен айыру кезінде бұзаулардың тірі салмағы анасының салмағының 50% құрайды. Желінен шығару уақытын мұқият қарастырып, климаттық және азық-түлік базасының дайындығы сияқты бір қатар факторларды ескеру қажет. Айта кету керек, желінен айыру аналар үшін де, бұзаулар үшін де ауыр күйзеліс болып табылады. Сиырлар алғашқы 3-5 күнде қатты уайымдап бұзауларын іздейді. Бұзаулар үшін сондай-ақ ауыр күйзеліс болып табылады. Сондықтан кейде жұмсақ желінен айыру деп аталатын іс-шараны қолданады. Атап айтқанда, бұзауларды сиырлардан бөледі, бірақ оларды қандай да бір қоршау арқылы көрінетін жерге орналастырады. Кейбір зерттеушілер күйзелісті жемдік және психологиялық деп бөледі. Осылайша, біз сүттен айыра отырып, сиыр бұзау психологиялық эмоционалды байланысынан айырмаймыз. Қосымша ему рефлексі басылады, және сиырлар желінен айыруды жұмсақ өткізеді деп саналады. Тағы бір жолы,
бұзаулардың мұрын тасасына сақиналар тағып, оларды сиырлардан тікелей бөлмеу. Сондай-ақ кейде желінен айырғаннан кейін бұзаулар тобына бірнеше сиырды орналастырады. Тіпті аналарымен болмаса да, сиырлармен байланыста болған бұзауларға желінен айыруды жеңілдетеді деп саналады. Тиісінше олар тезірек бейімделеді, жемді қабылдайды және өнімділігін жоғалтпайды. Желінен айыруды кезең-кезеңмен де бір уақытта да өткізуге болады. Бір мезгілде желінен айыру кезінде барлық бұзаулар жасына және тірі салмағына қарамастан сиырлардан ажыратылады. Топ құрылады және болашақта мақсатына сәйкес өсірілетін болады. Артықшылығы бұл әдіс аз еңбекті қажет етеді. Кемшілігі кішігірім бұзаулардың тірі салмағы аз және жасы төмен. Мұндай бұзаулар желінен айыруды нашар өткізеді және болашақта дамудан төмен болады. Кезеңді желінен айыру кезінде келесі орын алады. Бұзаулардың көпшілігі 7-8 айлық жасқа жеткенде олар тірі салмағына байланысты ажыратылады. Шаруашылықтардың көп бөлігі ересек малдың тірі салмағына байланысты салмағы 180-нен 200 килограммға дейінгі бұзауларды ажыратып тастайды. Бұл ең аз салмақ, салмағы жоғарыларда бөлінеді. Тірі салмағы аз бұзаулар сиырлармен қалады. Осылайша үлкен бұзаулар кетіп, кіші бұзауларға бәсекелестік жасамайды. Кіші бұзаулар көбірек сүт алады және бұл олардың жақсы дамуы мен өсуіне ықпал етеді. Шамамен бір айдан кейін желінен айырудың екінші кезеңі жүзеге асырылады. Яғни орта жастағы, былайша айтқанда, өскен бұзауларда сиырлардан ажыратылады және тағы бір айдан кейін ажыратылатын жас бұзаулар ғана қалады. Осы кезеңде олар едәуір өседі және баспақтар іс жүзінде теңестіріледі. Оның артықшылығы осында. Шаруашылықтың мүмкіндігіне, мақсаттары мен міндеттеріне байланысты, содан кейін баспақтарды жайылымсыз, яғни алаңдарда ұстауға болады. Сонымен бірге жынысына, тірі салмағының жасына, жоспарланған өнімділігіне және осы жас малдың одан арғы мақсатына байланысты тамақтандыруды қамтамасыз етеді. Немесе жайылымды бағуды ұйымдастырады. Желінен айырғаннан кейін 5-7 күннен кейін бұзауларда ему рефлексі жоғалады және олар анасыз тыныш жүре алады. Сондықтан жайылымда бұзауларды жаю ұйымдастырылады. Бірақ міндетті түрде құнарландырылған жеммен қосымша азықтандыру қажет. Сөйтіп, жемді үнемдеуге қол жеткізеді. Яғни, дайындалған және белгілі бір жеткілікті жоғары құны бар жем-шөптің негізгі бөлігін тұтынудың орнына жануарлар жайылымдағы жемнің көп бөлігін қолданады. Сонымен шаруашылықтың азықтандыру шығындарын төмендету арқылы тиімділікке қол жеткізеді. Жайылымдардың өнімділігін сақтау үшін жайылым айналымын сақтау қажет. Жайылым айналымы жайылымдылық жерлерді, яғни шабуға, демалуға, шөп шабу мүмкіндігіне және басқа да іс-шараларға қолдану үшін ауыстырудан тұрады. Жайылымдардың біріне неғұрлым ауыр зақым келген жағдайда, оған өсімдіктердің қалпына келу үшін өсімдіктерге тұқым себу мүмкіндігі үшін бүкіл маусым, мүмкін 2 маусым демалуға мүмкіндік беру қажет. Осылайша жердің өзі өнімділігін арттырады. Қажет болған жағдайда жайылымдарды егу арқылы жақсартуға болады. Бұл түбегейлі жақсарту немесе үстірт жақсарту деп аталады. Бұл арнайы техниканы қолданатын агрономиялық әдістер. Қандай да бір себептермен жайылымдарды қоршауға мүмкіндік болмаған жағдайда, жайылымдарды қоршаусыз да кезектестіріп отыруға болады. Барлық жануарларға, соның ішінде ең кішкентай бұзауларға таза, тұщы судың қол жетерлік болуы маңызды. Үстеме жемдеуді жайылымдық кезеңнің ортасынан бастап жүзеге асырған жақсы. Өйткені алғашқы айларда жайылымдық өсімдіктер жеткілікті. Әсіресе бұл жайылымдық кезеңнің екінші жартысында. Жайылымдық өсімдіктердің едәуір бөлігі вегетациялық кезеңді аяқтаған кезде және жас құрғақ болып, жайылым өнімділігі айтарлықтай төмендеген кезде өте маңызды.
Жас жануарларды өсіріп жетілдіру кезінде екі негізгі модельді ажыратуға болады. Мысалы, интенсивті бордақылау және былайша айтқанда экстенсивті жол. Желінен айырғаннан кейін бірден интенсивті бордақылау кезінде жас жануарлар көбінесе бұқашық, қарқынды бордақылауға қойылады. Сонымен бірге олар ақуыздың, крахмалдың, энергияның көп мөлшері бар жоғары энергетикалық рационмен қамтамасыз етіледі. Бұл жағдайда салыстырмалы түрде қысқа мерзімде 3-6 айда жануарлар сою жағдайына жетеді. Мұндай жануарлардың еті майлы, нәзік, дәмді және жоғары мәрмәрға ие. Экстенсивті жол жағдайында жануарлар қыс мезгілінде бағасы арзан және қолжетімді жеммен қоректенеді. Әдетте бұл қара шөп, сонымен қатар шамалы өнімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі өсу мен дамуды жас мал жайылымдалады. Бұл жағдайда жануар сою жағдайына 20-24 айында жетеді. Бұл жол құны бойынша арзанырақ, бірақ уақыт бойынша тым ұзақ. Осы модельдердің әрқайсысы өмір сүруге құқылы және таңдау тікелей шаруашылықтардың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты болып келеді. Өсіру және бордақылау ұзақтылығы шаруашылықтың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты. Бірақ дәл осы жануарлардан қандай өнім алуды жоспарлап отырғанымызға байланысты болып келеді. Мал ең өнімді болатын кезең 18-24 ай екенін ескеру қажет. Жоғарырақ жаста өнімділік төмендейді. Бірақ сонымен бірге біз әлдеқайда майлы, мәрмәр етін аламыз. Малды 14-16 айға дейін өсіргенде біз кіші мөлшерде тұтас етін аламыз. Бірақ та бұл кезде ет нәзік және кейбір бағалаулар бойынша әлдеқайда дәмді болады. Ет бағытындағы мал өсіру кәсіпорынның жетістігі мен өнімділігі көбінесе біз жоғарыда айтқан барлық технологиялық аспектілер мен элементтерді дұрыс өткізуді ұйымдастыруына байланысты. Негізгі мақсат шығынды азайта отырып, етті малдан жоғары өнімділікті алу.